Міне қараңыз, мынау өт, мынау ұйқы безі, мынау 12 кишка, яғни сфинктер оди дейді. Дәл осы жерде көп адамдарда өті толған кезде мына жер жабық тұрады. Осы сфинктер одида не болады, жаңағы застой болады. Застойды шығармайтын болсаңыздар, көп адамдар бар ғой, мына аузыма ащы келе береді деп. Мына жерден бүйтіп өтеді да, мына жерде жабық болғаннан кейін асқазанға атады, мынау аузыма ащы дәм келеді дейді. Сосын осы бір нәрсе механизм дұрыс болмағаннан кейін бас ауырады. Артроз деген нәрсе бар. Мысалы, артрозға терапия жасап жатқан кезде мен обязательно печеньді качать етемін. Печень качать етіліп, брюшной аорта босағаннан кейін адамның аяғындағы ауырсыну кетеді. Және де ол бөлек тема. Мысалға, мынаны қараңыздар. Міне, поджелудочный железадан да ферменттер бөлінеді. Былай қарай, мына жерде застой болғаннан кейін ары қарай өте алмайды. Дәл осы сияқты, өт сияқты бұл да жоғары қарай атады, яғни артқа қарай атқаннан кейін мына ферменттер, поджелудочный железадан бөлініп шыққан ферменттер өз-өзін қайнатып, мына жерде ауру жасайды. Яғни панкреатит, көптеген аурулар бар тағы да. И ұйқысыздық деген нәрсе пайда болады сізде.